Сәлеметсіздер ме оқушылар? Алгебра 7-ші сынып 34-ші сабақтың b тобының есептерін шығарайық. 34-те 10-шы есеп көпмүшені көбейткіштерге жіктеңдер. Алдымен бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіздер, сабағына бір лайк басыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші, а куб азайтылған 27 b куб. Бұл бізде а куб азайтылған 3 b кубтың қысқаша көбейту формуласына келеді. Демек, бірінші жақшада бізде а минус 3b, екінші жақшада а квадрат қосылған 3аб қосылған 9b квадрат болады. Келесі м куб қосылған к куб. Бұл кезде бізде mn-нің жақшаның сыртында кубы қосылған к кубтың қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Демек, біздер ашып жазу керекпіз. Сол кезде бірінші жақшада mn қосылған к, екінші жақшада м квадрат n квадрат азайтылған mnk қосылған k квадрат болады. X квадрат азайтылған y квадрат. Бұл бізде x-тің алты дәрежесі азайтылған y-тің алты дәрежесі. Бұл кезде x квадраттың кубы азайтылған y-тің квадратының кубы деген формулаға келіп тұр. Яғни а куб минус b кубтың формуласына ашып жазатын болсақ, бірінші жақшада бізде x квадрат минус y квадрат болады. Екінші жақшада x-тің 4 дәрежесі қосылған x квадрат, y квадрат қосылған y-тің 4 дәрежесі болады. Келесі бізде төртіншісі к-ның 6 дәрежесі қосылған p q-дің 6 дәрежесі. Бұл бізде к-ның 6 дәрежесі дегеніміз к-ның квадратының кубы қосылған p q-дің 6 дәрежесі дегеніміз p квадрат және q квадраттың жақшаның сыртында 3 дәрежесі кубы. Демек, а куб плюс p куб формуласының бойынша ашатын болсақ, бізде бірінші жақшада к квадрат қосылған p квадрат q квадрат, екінші жақшада к-ның 4 дәрежесі минус p q қосылған p квадрат және q квадрат болады. Келесі а минус p-ның кубы қосылған b куб. Бұл жерде біздер әуелі а минус b-ның а куб және b кубқа келіп тұр. А-ның орнында бізде а минус b тұр. Формула бойынша бізде былай еді, а плюс b. А-ның орнында а минус b тұрғандықтан жазып аламыз және плюс мына жерде плюс b-ны да жазып қоямыз. Сол кезде бізде бірінші жақшада а минус b плюс b мен минус b мен плюс b жойылып кетеді. Екінші жақшада а минус b-ның квадраты болады, минус а минус b көбейтілген b қосылған b квадрат болады. Бірінші жақшадан бізде а қалады, жақшаның сыртына жазып қоямыз. Екінші жақшаның ішінде а квадрат минус 2аб қосылған b квадрат минус аб қосылған b квадрат плюс b квадрат. Сол кезде бізде мына жерде жақшаның сыртында а, жақшаның ішінде а квадрат минус 3аб, мұна минус 3аблар қосылады, минус 2аб мен минус аб және 3b квадрат бар қосылған 3b квадрат деп жазамыз. Алтыншы есебі x минус 2-нің кубы азайтылған 27. Бұл жерде бізде x минус 2-нің жақшаның сыртында кубы азайтылған 27 дегеніміз 3-тің кубына келіп тұр. Демек, жақшаны ашатын болсақ, біздер екі жақшаға жіктейтін болсақ, x минус 2 азайтылған 3 болады. Екінші жақшада x минус 2-нің жақшаның сыртында квадраты қосылған x минус 2-ні көбейтеміз 3-ке қосылған 9 болады. Енді бұл жерде бізде бірінші жақшада x минус 2 минус 5 болады, x минус 5 деп жазып қоямыз. Одан кейін бізде мына а минус b-ның квадратының формуласы бойынша ашатын болсақ, x квадрат минус 4x плюс 4 болады. Одан кейін 3-ті жақшаның ішіндегі өрнекке жеке-жеке көбейтеміз. Плюс 3x минус 6 болады және жақшаның сыртындағы плюс 9-ды жазып қоямыз. Сол кезде бірінші жақшада бізде x минус 5 болады, екінші жақшада x квадрат минус x плюс 7 болады. Жетінші есебі 8а куб қосылған а минус b-ның кубы. Бұл жерде 8а кубтың өзінің 2-нің кубы, а-ның кубы түрінде және а минус b-ның жақшаның сыртында кубы түрінде а куб плюс b кубтың формуласы бойынша ашамыз. Сол кезде бізде бірінші жақшада 2а минус плюс жақшаның ішінде а минус b болады. Екінші жақшада 2а-ның квадраты, яғни 4а квадрат минус 2а-ны көбейтеміз. Екінші бізде өрнегіміз а минус b-ға және қосылған осы а минус b-ның квадраты. Бірінші жақшада 2а қосылған а минус b болады. Екінші жақшада 4а квадрат минус 2а квадрат плюс 2аб плюс а квадрат минус 2аб плюс b квадрат болады. 2аб мен минус 2аб қысқарады. Мына жерде бізде 4а квадрат
а квадрат минус 2а квадрат а квадраттан 3а квадрат шығады, және b квадраттың мүсін жазамыз. Бірінші жақшада бізде 3а минус b болады. Сегізіншісі 27х куб азайтылған y куб, жақшаның ішінде x азайтылған y-тің кубы. Бұл бізде кішкене есебіміз күрделендіріп берген, сондықтан да мұқият болуымыз керек. 27х кубтың өзін 3-тің кубы x-тің кубы деп қарастырамыз. Ал мына жерде минус y куб және x азайтылған y-тің кубы. Енді жақшаны ашатын болсақ, бізде бірінші жақшада x куб 3x болады, азайтылған y және көбейтілген x минус y болады. Екінші жақшада бірінші 3x-тің квадраты, яғни 9x квадрат қосылған 3x-ті көбейтеміз. Екінші өрнегіміз бізде y және x минус y-қа қосамыз. Екінші өрнегіміздің квадраты, яғни y квадрат, x минус y-тің жақшаның сыртында квадраты. Мына жерде бізде бірінші жақшадан 3x минус x y плюс y квадрат шығады. Екінші мына жақшаны түгелімен ашатын болсақ, ішіндегі жақшалардың барлығын реттейтін болсақ, 9x квадрат қосылған 3x квадрат y минус 3x y квадрат қосылған мына жерде y квадрат жақшаның ішінде, осының өзінде x квадрат минус 2xy плюс y квадрат болады. Бірінші жақшадан 3x минус x y плюс y квадрат, екінші жалпы жақшаны ашатын болсақ, 9x квадрат қосылған 3x квадрат y минус 3x y квадрат қосылған x квадрат y квадрат минус 2x y куб қосылған y 4 болды. 34-те 10-шы есеп көбейтіндіні көпмүше түрінде жазыңдар дейді. Бұл жерде біздер яғни формуланы жинақтап жазуымыз керек. X қосылған 3-тен 1, бірінші жақша, екінші жақшада y 9-дан 1 минус 3-тен 1 x қосылған x квадрат. Бұның өзі біздер a куб қосылған b куб формуласына келеді. Демек x-тің кубы қосылған бұның орнында бізде 3-тен 1-дің кубы болады. 3-тен 1-ді кубтайтын болсақ, x куб қосылған 27-тен 1 болды. Келесі n минус 2-тен 1 бірінші жақша, екінші жақшада n квадрат қосылған 2-тен 1 n қосылған 4-тен 1 a куб минус b куб формуласына келеді. Демек a-ның орнында бізде n-ның кубы, бұның орнында 2-ден 1-дің кубы n кубы, азайтылған 2-ден 1-дің кубын 8-ден 1 деп жазамыз. Үшіншісі 2-ден 1 a қосылған 3-тен 1 v, екінші жақшада 4-тен 1 a квадрат, азайтылған 6-дан 1 a v қосылған 9-дан 1 b квадрат. a куб қосылған b куб формуласына келеді. Демек a-ның орнында бізде 2-ден 1 a куб, бұның орнында 3-тен 1 b кубы болады. Демек 2-ден 1 a-ның кубы 8-ден 1 a куб, 3-тен 1 b-ның кубы 27-ден 1 b куб болды. Төртіншісі 4-тен 1 y квадрат минус yz қосылған 4z квадрат, екінші жақшада 2-ден 1 y қосылған 2z. Бұл жерде мына екі жақшаның орнына ауысып тұр, формула бойынша көбейтіліп тұр. Демек көбейткіштен орнына ауыстырғанмен көбейтінің мәні өзгермейді. Сондықтан да бірінші ретінде негізі мына жақша тұру керек екен. Сондықтан да бізде a куб қосылған b кубтың формуласына келеді. 2-ден 1 y кубтың жақшаның сыртында кубы қосылған 2z-тің жақшаның сыртында кубы. 2-ден 1 y-тің кубы 8-ден 1 y куб болады. 2z-тің кубы 8z куб болады.